Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл бірінші сынып математика сабағы. Бүгін бізде 90-шы сабақ санды өрнектерді салыстыру. Бүгінгі сабақта сен теңдік пен теңсіздік құрастырасың. Нөмірі бірінші есеп. Суретте ұлттық киім киген неше бала бейнеленген? Ұлдар мен қыздардың санын салыстыр. Музыкалық аспаптары бар балаларды басқа балалармен салыстыр. Мұнда ұлдар 5, қыздар 5, яғни тең екен, я? Аспаппен 3, аспапсыз 7, яғни аспаппен 3 кем, аспапсыз 7 баладан. Нөмірі екінші есеп. Теңсіздіктер құрастыр. Мұнда балалар 4 қосу 2, 3 қосу 2, 3 қосу 3, 4 қосу 3 деген өрнектер бар екен, я? 4 қосу 2 кем 4 қосу 3-тен. 3 қосу 3 артық 3 қосу 2-ден. 4 қосу 3 артық 3 қосу 3-тен. 3 қосу 2 кем 4 қосу 2-ден. Нөмірі үшінші есеп. Екі санды, сан мен өрнекті, екі өрнекті қалай салыстыруға болатынын есіне түсір. 50 кем 90-нан, 30 кем 50-ден, 70 артық 30-дан. Келесі 10 қосу 20 тең 30-ға. Себебі 10-ға 20-ны қосатын болсақ 30, 30 тең 30-ға екен. 90 азайту 70, 20, сонда балалар кем 60-тан. 20 қосу 20, 40 артық 30-дан. 50 азайту 20 бізде 30-ға тең, 60 азайту 30, 30-ға тең. Сонда 30 тең 30-ға. 100 азайту 40, 60, 30 қосу 60, сонда 60 тең 60-ға. 20 қосу 40, 60, 60 азайту 40, 20, сонда 60 артық 20-дан. Нөмірі төртінші есеп. Суреттер бойынша теңдіктер мен теңсіздіктер құрастыр. Мұнда балалар 3 қосу 2 кем 3 қосу 3-тен. Бірінші сурет бойынша. Екінші сурет бойынша 3 қосу 2 артық 6 азайту 2-ден. Келесі 5 азайту 2 тең 6 азайту 3-тен. Нөмірі бесінші есеп. Суреттер мен қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастыр, оларды шығар. Болды 5 қыз, бірінші сурет бойынша балалар. Кетті 2 қыз, қалды неше қыз? Шешуінде балалар 5-тен 2-ні азайтамыз 3. Жауабы 3 қыз қалды. Келесі екінші суретке назар аударайық. Болды 3 қыз, қосылды 2 қыз. Барлығы неше қыз? Соны табу керек. Ол үшін біз 2-ні 3-ке қосамыз 5. Жауабы барлығы 5 қыз. Нөмірі 6-шы есеп. Сиқырлы сандар. Мұнда балалар 3 білезік тұр екен, сонда теңі 90 деп тұр. Сонда 30 қосу 30 қосу 30 тең 90-ға. Келесі 20 деп тұр, яғни 10 қосу 10 20-ға тең екен. Сонда балалар күміс білезік 30, сары алтын білезік бізде 10 болатын болса, балалар сонда 30 қосу 10 тең 40-қа болады екен. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.